қалдым. Қанша біз ұмтыламыз, керемет кісілердің сабағын өтейікші, керемет кісілердің сабағына барайықшы деп. Бірақ о кісілердің 1 сағат сабағы $1000. Оны қайсымыздың шамамыз келеді төлеуге? Шамамыз келмейді, біз ондай жерге барамаймыз, сабақ оқи алмаймыз. Сол кісі сол күні күндіз сағат 10-нан кешкі сағат 4-ге шейін сабақ өткізгеніне 6 сағатқа $20,000 ақша алып отыр. Бірақ о кісі қандай еңбекпен жетті соған? Соны түсіну керек. Қандай еңбекпен, қандай кісілерден сабақ алды? Білесіз ба? О кісі өзінің өмірбаянын айтқан кезде, ана жерде прям денем түршігіп кетеді. Қандай азаптармен, даже мен кішкентай ғана, өзі действительно, аласа бойлы кішкентай ғана келіншек екен, айтады, өзім кішкентай бір ауылдан шыққан адам едім. Бір ауыз орысша білмейтін едім. Алматыға оқып сөйлеп кетіп, бір қыздардан өзінің қатарлас замечание алған ғой, сен орысша сөйлей алмайсың дегенде бір-екі орысты. Соған ренжіп, қазақтың баласы намыстанып, үйіне қайтып кеткен ғой. Шешесі, мен не үшін жібердім сені деп. Соны дейді, көкірегіме қойып, мен жетуім керек осыған деп, қайтып оралып, 4 жыл оқып жүріп, орыс тілін үйренген ғой сол кезде. Оказывается, шпарить от и до. Без запинки и препинания. Енді осы жерде кішкене өзімді айта кетейін, менің әкем соғысқа барып, Алматыдан 17 жасар бала. Алматыдан пеший солдат болған екен. Польшаға шейін жаяу барған екен. 17 жасар бала, Сарысу ауданынан. Бір ауыз орыс тіл білмей, нан сұрайып жемей қалдық дейді. Әскерден келгеннен кейін кемпіріне айтты ғой. Әкем осы кейін 10 баласы бар, бәрін орысша үйретеміз. Сол себептен біз действительно семьяда 10 баламыз, и бәріміз русоведпіз. Қазір көшеде кейде сөйлесіп тұрсам, орыстың кемпірі, ты так хорошо чешешь ты. Я говорю, вы нас чесали, а теперь мы вас чешем. Учите деймін. Кешіріңіз беремін. Вот осындай момент.